Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз потенциал, электр өрісінің потенциалдар айырымы. Эквипотенциал беттер бір текті электр өрісі үшін кернеулік пен потенциалдар айырымы арасындағы байланыс. Бүгінгі сабақта потенциалдар айырымының физикалық мағынасын түсінеміз. Эквипотенциал бет ұғымын түсініп, өрістің кернеулігі мен потенциал арасындағы байланысты тағайындаймыз. Өткен сабақтарда біз электр өрісін сипаттайтын шама кернеулікпен танысқан едік. Бүгінгі сабағымыз соның жалғасы, яғни электр өрісін сипаттайтын келесі шамамыз бізде электр өрісінің потенциалы деп аталады. Электр өрісінің потенциалы бұл электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы. Яғни электр өрісінің потенциалы деп кеңістіктің кез келген нүктесіндегі өріс энергиясын сипаттайтын немесе анықтайтын физикалық шама. Потенциал бұл скаляр шама. Ал енді осы потенциалдың формулаларына тоқталайық. Потенциал бізде фи әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі халықаралық бірліктер жүйесінде вольт. Формуласы жоғарыда атап өткен анықтамаға сәйкес фи тең потенциалдық энергияның зарядқа қатынасы. Бұл бірінші формула. Екінші, электростатикада потенциалдық энергияның формуласы WP тең К көбейтілген Q1 көбейтілген Q2 бөлінген эпсилон көбейтілген R. Бұл екінші формула. Екінші формуланы бірінші формулаға апарып қоятын болса, бізде фидің тағы бір формуласы шығады. Яғни К көбейтілген Q бөлінген эпсилон көбейтілген R формуласы. Бұл формуланы 3 дейміз. Енді формуланы толығымен сипаттап өтейік. Яғни электр өрісінің потенциалы қарап отырсаңыздар зарядқа тура пропорционал, ал арақашықтыққа кері пропорционал екендігін байқады. Электр өрісінің потенциалының өлшем бірлігі вольт, яғни 1 вольт дегеніміз, яғни ол 1 джоуль бөлінген кулонға тең. Келесі, егер өріс бірнеше зарядтан пайда болатын болса, онда кеңістіктің берілген нүктесіндегі қорытқы потенциал әр заряд тудырған потенциалдың алгебралық қосындысына тең. Яғни алгебралық деген сөздің мағынасы қандай? Себебі біздің потенциалымыз скаляр шама болғандықтан да бағытын ескермейміз. Сондықтан да фи тең болады. Фи 1 қосылған фи 2 қосылған плюс фи n. Бұл формуланы біз 4 деп аламыз. Негізінен электр өрісінің потенциалының физикалық мағынасы онша жоқ. Ал электр өрісінің потенциалдар айырымының, яғни үлкен физикалық мағынасы бар. Яғни потенциалдар айырымын біз қалай жазамыз? Фи 1 азайтылған фи 2, демек бізде кернеуді береді екен. Кернеу дегеніміз бізде У әрпімен белгіленеді. Потенциалдар айырымы кернеуге тең. Бұл 5-ші формула. Қарап отырсаңыздар, мысалы өткізгіштің 2 ұшы бар деп есептейік. Енді осы ұшындағы егерде потенциалдар бір-біріне тең болатын болса, онда біз зарядтың қозғалысын бақылай алмайды екенбіз. Егер потенциалдар айырымы бар болатын болса, яғни бір ұшындағы потенциал екінші ұшындағы өткізгіштің ұшындағы потенциалмен тең болмайтын болса, онда бізде мына жағдай орын алады екен. Яғни потенциал, мысалы фи 1 үлкен болсын дейік. Потенциал көп бөліктен аз бөлікке электр өрісі күштерінің жұмысының арқасында плюс зарядталған бөлшектер қозғалады екен. Потенциал көптен азға. Ал потенциалы аз бөліктен потенциалы көп бөлікке теріс зарядталған бөлшектер қозғалады. Енді біз шар потенциалының қашыққа тәуелділігін анықтайық. Ол үшін қандай да бір мен сфера шарды сызайын. Бұның радиусы R болсын. Енді бірінші жағдай. Егерде мына шардың радиусы берілген қашықтықтан үлкен болатын болса, онда шардың потенциалы тұрақты болып қалады екен шамасы. Яғни фи тұрақты деп есептейміз. Оны біз қазір графиктен де байқауымызға болады. Міне. Яғни берілген арақашықтық
шардың радиусынан кіші болатын болса, онда бұл жағдайда біздің электр өрісінің потенциалы, яғни шардың потенциалы тұрақты болып қалады екен. Екінші жағдай, егер де біздің шардың радиусы берілген арақашықтықтан кішкентай болатын болса, онда фи К көбейтілген Q бөлінген эпсилон көбейтілген R формуласына сәйкес гипербола түрінде азаяды. Себебі фи мен R қандай пропорция екен? Кері пропорция. Тағы бір ескертетін жағдай. Формулаға қарап отырсаңыздар, мен айттым, фи мен Q тура пропорция деді. Бірінші жағдай, егер де плюс зарядталған бөлшекті алатын болса, яғни оң зарядталған бөлшекте арақашықтық неғұрлым артқан сайын потенциал керісінше кемиді. Демек, фи кемиді. Ал теріс зарядталған бөлшекте арақашықтық артқан сайын фиіміз керісінше артады екен. Міне осы жағдайда міндетті түрде ескерулеріңіз қажет. Енді біз өріс потенциалы мен өріс кернеулігі арасында байланысты тағайындайық. Алдында айтып өткенде потенциалдар айырымы бізге кернеуді береді дедік. Яғни У. Кернеудің де өлшем бірлігі вольт. Халықаралық бірліктер жүйесінде. Жұмыстың формуласын еске түсіреміз. А тең Q көбейтілген У еді. Екінші жағынан кулонг арқылы жазатын болсақ, жұмыстың формуласы Q көбейтілген E көбейтілген бұл кулонг күші және көбейтеміз орын ауыстыруды дельта Т деп алсақ болады. Екі теңдеуді өзара салыстыратын болсақ, біздің жағдайда сонда U дегеніміз, яғни потенциалдары айырымы немесе кернеуіміз E көбейтілген дельта Т-ға тең болады. Осыдан егер де біз кернеулікті табатын болсақ, кернеулік дегеніміз сонда U бөлінген дельта Д немесе E тең U бөлінген Д деп алсақ болады екен. Алдындағы сабақтарда біз негізінен кернеуліктің екі өлшем бөлігімен таныстырған едік. Біріншісі ньютон бөлінген кулон, екіншісі вольт бөлінген метр еді. Міне дәл осы жағдайда біз кернеуліктің екінші өлшем бөлігін тағайындап шықтық. Яғни өлшем бірлігі вольт бөлінген метр деген. Мына кернеулікпен, яғни кернеудің арасында өзара байланысты таптық. Ары қарай, егер де А тең Q көбейтілген U дедік, ал U-дің орнына фи бір азайтылған фи 2 деп алатын болсақ, және төмендегі Q E көбейтілген дельта Т деген формуланы өзара байланыстырып көрейік, яғни Q E жақшан ішінде D1 азайтылған D2. Осыдан E-ні жақшан ішіне енгізетін болсақ, А тең болады, сонда Q жақшан ішінде E көбейтілген D1 азайтылған E көбейтілген D2. Жоғарыдағы формуламен салыстырыңыздар, яғни А тең Q көбейтілген фи 1 азайтылған фи 2. Осыдан біздің потенциалымыз неге тең формуласы? E көбейтілген D. Міне біз потенциал мен кернеуліктің арасында өзара байланыс формуласын тағайындап шықтық. Сонымен қатар естеріңізде әрқашан болу керек, өріс кернеулігінің бағыты потенциалдың кему бағытымен сәйкес келеді екен. Осыны ұмытпаймыз. Енді эквипотенциал бет деп қандай бетті айтамыз? Экви латын тіліне отырған кезінде тең, демек тең потенциалдар тең бет. Эквипотенциал бет деп потенциалдар бірдей бет нүктелерді қосатын жазықты айтамыз. Сіздердің алдарыңызда сурет берілген. А суретте шамалар жағынан тең әр аттас нүктелік зарядтардың кернеулік сызықтарымен эквипотенциал беттері көрсетілген. Ал Б суретте шамалар жағынан тең аттас нүктелік зарядтардың кернеулік сызықтарымен эквипотенциал беттері бейнеленген. Электр өрісінің кернеулік сызықтары эквипотенциал беттерге әрдайым перпендикуляр болып келеді. Яғни заряд эквипотенциал бетпен қозғалатын жағдайда, немесе орын ауыстырған жағдайда, өріс күштерінің атқаратын жұмысы нөлге тең болады. Себебі, тағы да бір формулаға назар аударайық. Яғни А тең
Q көбейтілген жақшаның ішіне фи1 азайтылған фи2. Егер де орын ауыстыратын болса, осында эквипотенциал бетпен заряд. Фи1 мен фи2 бір-біріне тең болғандықтан да жұмысымыз нешеге тең болады екен? 0-ге. Осы жағдайда ескеруіміз қажет. Тағы бір ескертетін нәрсеміз, кез келген электр өрісінде тұрған өткізгіш беті эквипотенциал бет болып саналады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.